Сонымен Жапония әскер құратын болды ма дейді. Бұл өте сауатты сұрақ екен. Жапония сол бағытқа бара жатыр. Бірақ олар бүгін құрам деп құра салмайды, оларға да бір заңдық процесстер керек, және бір оқиға керек болып тұрады. Жапония әскер құруы мүмкін. Қытай Жапонияға қаратып бір зымыран атама, бір әскери жаттығу өткізе ме? Мысалы, алдыңғы жолы Қытайдың атқан бір зымыраны Қытайлар қатеден кетіп қалды, адасып кетіп қалды деп ақталды. Жапондардың балық аулайтын территория жағынан Жапонға тән емес, бірақ халықаралық теңіз балықшылық саласы бойынша жапондардың балық аулауына рұқсат етілген аймақта, жапондарға тән экономикалық зонада Қытайдың зымыраны түсті сол зонаға. Енді осындай бір оқиғаны күтіп тұр менше. Себебі ол алдыңғы жолғы Жапонның премьер-министрі жұмсақтау адам болды. Бірақ мына келіншек қатты. Сондықтан енді осындай бір зымыран Қытайдікі енді аталмыш адасып барып қалған зымыран түсіп қалды, бітті. Жапония алады да оны, ол да көбелек әсері дегенді жасайды. Алады да біз қорғанбасақ болмады деп армиясын құруға бір себеп табады. Сондықтан Жапония заңдық процесспенен идеологиялық процесті күтіп отыр менше. Ол бүгін ертең армиясы болады. Тек уақыт мәселесі. Тіпті осы мына Жапониядағы мына әйел премьер-министрдің осы қызметтік жылының кем дегенде екінші жылының ар жақ бер жағында Жапонияда армия құрылады. Менің өз есебім. Ол тіпті 3-4 жылына апармауы мүмкін. Бірінші жылы енді бірден шыға салып, өзінің орнын тіктемей тұрып ол істемеуі мүмкін. Не екінші жылында бастайды, не Қытаймен бір қақтығыс болады, не Қытай өзі бастайды, не Қытай бір зымыран атады. Жаңағы, ол талай атты ғой Қытай зымыранды. Не солтүстік Корей Жапонның төбесінен асырып бір зымыран атады. Сондай бір тарихи сәтті күтіп отыр. Сол кезде Жапония әскери елге айналады.